Kur'an'da Allah Hasanata ne deydi? Hal antum tazrauna am nahnu zari'un. Егінді селер егіп жатасыңар бе, біз егебіз бе дейді да Аллах Тағала. Бұл деген сөз егін ек, картошка айда, диқаншылық қыл, іште. Пайда болды ғой, Алладан болды. Банкрот болдың ғой, өліп кет, өзіңден болды. Не, уағыда қараған жоқсың, су қойған жоқсың, чөйіні жылған жоқсың, отоған жоқсың, ошонтан еккен үйрендігіңді де қала албай қалдың да. Құранда Аллах Тағала айтып жатады: Ахаллаллахул бай'a ва харрамар риба. Алла Тағала сода сатықты адал қылды, процентті арам қылды деді да. Бұл деген сөз не деген? Сода сатық қыл. Пайда болды ғой, Алладан болды. Банкрот болдың ғой, өліп кет, өзіңден болды. Неге азық күн ыстық, жұқа, мәйкелерді алып келіс керек. Сен қаяқтағы күрткел алып оптым көтеріп келіп алдың де. Ал деп отырасың да. Маңқы деп қойып, қарап қойып кетіп өтеді. Банкрот болдың, ешқандай товарың өткен жоқ. Мана тура яқын. Алла Құран Кәрімде айтады: сендерге қандайдыр бір жақсылық келсе, Алладан деп білгіле. Қандайдыр бір жамандық келсе, өзіңден деп білгін. Мана тура яқын да. Тентек жамат, наоборот да тура. Оларға өзіміз деле қосылып қалғанбыз да. Біз деле білбейбіз өзінше. Тентектерге де қосылып қалғанбыз да өзінше. Тура яқын деп, қандайдыр бір пайда болды, Алладан болды. Зиян болды, менен болды дешіміз керек та. Бірақ бізде андай жоқ та. Кешке шығып, балық жыттан отауы. Балық дедіңіз болды. Келсеңіз де балық келіп қалды. Я Алла, жана біз мұна екіз гашта жүріп ниет қылдық деді. Депші. Бізден болды да, біз ниет қылдық деді. Самса жегіңіз келіп қалдық, 10 адамсыз. Есептегенде 10 самса келіпті де. Я Алла, ona даватта қайсы ниет қылсаң бола өреткен. Біз ниет қылдығы келіп қалды дедіңіз. Анан тәрат қыстардан ұншықпай мұшаловкасын киіп кетіп қалдыңыз, тапышкасын. Бұл шықса да тапышкасы жоқ. Астафырла, мен тапышкам жоқ. Неге сұрауға киіп кеттің? Сені күзді, астафырла кешіріп қой, Алладан болды. Біреудің тапышкасын киіп кеткен, сұрауға кеткен, Алладан болу. Ошындай болып қалғанбыз да, төрау. Зиянды болса кешіріп қой, Алладан болды. Жалалауат ақсыда жүрсем, екеуісі келіптір. Даватта дем 40 күнде. Екеуі келіптір. Дамыла сізден сұрай деді. Сұрағыла. Айт, өзің айт өр. Сен айт, сен айт өр. Айсың, айт өзің. Сен баштан ол, сен сұрай дедің ғой. Дейді. Не болды? Айт, мұндай оң шықпайды. Жөн өкелі сұрай бергілі. Десем, дамыла деді. Жаздың күнінде ысық. Машинаға отырдық. Бұны баласы мененкен арқаға отырып тұр, берге алдыға отырып тұр. Isып кетіп, терезен асса, арқаға шамал тиіп тұр баласыға. Анан терезен жауап қойасыз ба? Неге? Балама шамал тиіп. Астағфирулла, ширк. Неге? Шамалдан болбойды, суықтан болбойды, баланың яқынын азыртан өлтіріп атасың. Шонда дамыла кіміміздікі тура дейді. Анан әйнекті неге аштың сен ысып кеттім дейді. Астағфирулла, ширк дедім. Неге? Күнден болбойды, Алладан болады. Полный жау алып кете бермейді білен. Тері деп алып өледі. Өзінің пайдасыға келселі не болады кен? Алладан болады кен да. Зияны қал олса да, анан ширк болады. Андай емес те, урматты туған. Ошон үчүн илим керек бізге. Ошон үчүн илим керек. Аллах Азан, ошол илимди бізге ким үйрөттү? Пайгамбар үйрөттү да. Эме караң, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бадыр согушуна аттангандан Ухудка аттанганда не кылды? Кылычтын эң мыктысын алды, 2 кабат соот кийди. Соотты билесизби? 2 кабат соот кийди де согушка. Ошондо пайгамбардын тиши сынды го. Ошондо пайгамбар өлдү деген кабар келди го. Пайгамбар айткан жок, бунун эмне кылыч, астафырла ыргыч, апка чыбыкты. Апка Алла каласа кылыч кылат, каласа чыбык кылат. Bunun ne sot, astagfirullah şu senin çeşçeşmesi, apke meykeni. Allah Teala kalasa şunu menden kutkarıp koyuyor, diyordu vurgan boydan kirip bargan yok ko. Sebebi ne kıldı o? Kılıçtın mıktısını aldı o, sottu kiydi vurma tutuğan, meykeçenle jügürüp kirip aldı, kana kimin çıkasın diye. Bardığını paygamaz kılıp görsetti, var mı tutuğan? Ошондуктан ооба намаз окуп атканы, зикир тартып атканы, мечитте абат кылып атканы сизге өтө бекемдей көрүнөт атта, туурабы? Өтө бекемдей көрүнөт атта. Жок, нарага өлүп бүткөн урматы туган. Ошондуктан чыкпай эле, машалла Куран, хадисте кандай айтылган болсо, ошондой эле кылып Куран, хадис менен кетиңиз, анан бекем болуңуз, анан кийин айтат да.
Bir adam сәждә кылганда мына ушундай койгон экен, эки колунун изи түшүп калыптыр да. Адамдар ушул жерге зияратка келет экен да. Караңчы, өтө такыба, караңчы, мына колунун изи түшүп калган, ташка түшүп калган деп ушул жерге келип дуа кылат экен да. Илимсиз да. Анан bir устазы келип мында караса, колдун турганы башкача. Өтө такыба, устаз да мына өтө такыбалык экен, ушундай алымдар дагы бар да десе, жок, бул такыбалык эмес деген экен да. Несе колдун турганын кара, кол экөө каякта турат. Сүннөткө каршы болуп, изи эмес өзү калып кетсе деле бул эмне кылат? Такыбалык эмес да бул, Ар биринин сүннөт жолу бар да. Истидраж деп коет да, күнөөсүн көтүшүн да Алла Таала берип кое берет да. Алла ушундай зат. Мына ошондуктан биз туура шариятты кармайлдагын, туура бекем кылып, Куран хадистин негизинде якынга иштейли. Якынга биз деле айтабыз, якын керек. Алладан гана болот деген чыныгы ишеним керек.